Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы татулығы, қоғамдағы татулық. Балалар, біздің сабағымыз білесіңдер, бізде қанша құндылық бар балалар? 5 құндылық бар. Қандай? Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз қай құндылыққа сәйкес келеді? Сүйіспеншілік, яғни сүйіспеншіліктің ішінде қандай қасиеттер бар балалар? Қамқорлық, сыйластық, бірлік, қоршаған ортаға мейірімділік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші жағымды күйге келіп аламыз, яғни тыныштық сатын орындаймыз. Бәріміз арқамызды тіктеп, түзу отырайық. Қолымызды партаның үстіне немесе тіземізге қоюға болады. Ыңғайланып отырып алайық. Омыртқамызды тіктейміз, көзімізді жұмамыз балалар. Бүгін біз теңізге саяхат жасаймыз. Ыңғайланып. Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше рет терең тыныстаңыз. Денеңізді босаңсытыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз. Теңіз жағасымен келе жатқанымызды елестетіңіз. Толқындардың шейін шалғылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз. Ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті жәндік. Сізді шыдамдылықпен күтіп тұр. Жайлап, оның арқасына отырыңыз. Мықтап ұстап, жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырып, өзіңізді қауіпсіз сезініп, су астында жүзу қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз. Мұнда кемпірқосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнаны қалай шыңыз келеді. Суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар. Ал енді анау жаққа көз тастаңыз. Бұл орасан зор 8 аяқ. Су асты неткен қызықты, әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен толық, толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз. Ал қазір жоғарыға өз әлемімізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір рет қараңыз. Және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз. Жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасына ауысыңыз. Оны сипалаңыз. Және осындай ғажап саяхатқа барған үшін ризашылық білдіріңіз. Оқу орныңызға оралыңыз. Және өз орныңызға келіңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашып, осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз. Ал жарайсыңдар бала, көзімізді ашып, күлімсірейміз. Ал жағымды күйге еніп алсақ балалар, бүгінгі үй тапсырмамызды
сұрайын, балалар. Ең бірінші сіздерге бірінші сұрақ, тест сұрақтарына берген жауаптарын оқу керек, балалар, бірінші тапсырмаға қай топ жауап береді екен? Тест сұрақтарына берген жауаптарыңызды оқыңыздар. Үйге берілген тапсырма. Қайсы балалар? Бешке күннің асқан ұлы бақыт өзін ерекше санамай, барлық адамдар сияқты болу деген тұжырымына сәйкес адам бойында қандай қасиеттер болуы керек деп санайсыз? А. Адамгершілік, адалдық, қарапайымдылық. А. Ақкөзділік, бірбеткейлік, өзімшілік. Б. Байыпты, байсалдық, жомарттық. Жауабы А. Адамгершілік, адалдық, қарапайымдылық. Жарайсың, керемет. Екінші сұраққа. Екінші тест. Әйел ана бір қолмен бала тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді деген қанатты сөзді кім айтқан? Бұл қанатты сөзді Мұхтар Әуезов айтқан. Жарайсың, керемет. Үшінші сұрақ, сымбат айта қойып. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады деген ой тұжырымға көзқарасыңыз қандай? Білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар деген халық даналығын есте сақтау керек. Яғни жауабы А. Жарайсың, керемет. Одан кейінгісі? Жоқ, бектере оқып қой. Аяулым оқиды. Еркіндік дегенді қалай түсінесіз? Еркіндік ең алдымен жауапкершілік қажеттілікті түсіну А жауабы. Адамның кез келген іс-әрекетінің еркін тәуелсіз болуы А жауабы. Адамның өмір сүру салтының қызметінің белгілі бір шектен шықпауы А жауабы дұрыс. Керемет. Яғни А жауабын толық оқимыз. Адамның кез келген іс-әрекетінің еркін тәуелсіз болуы. Жарайсың, аяулым. Тест сұрақтарына өте керемет жауап беріңдер. Балалар, екінші сұрақ. Екінші сұрақ, суретші Кәрім Мулашевтің ана мен әже картинасының репродукциясын қарап, өз отбасы құндылықтарыңыз туралы пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Ал бөлім оқи қой. Дайындап кет қой. Оқыңыз. Біздің отбасылық құндылығымыз үшке бөлінеді. Олар махаббат, сенім, түсіністік. Махаббат дегенім біздің отбасымыздағы бір-бірімізге деген сүйіспеншілік, бір-бірімізді сыйлауымыз, ана мен бала, әке мен бала махаббаты деп түсінемін. Ал сенім дегенім отбасы мүшелерінің бір-біріне сенімі, ешнәрсе жасырмай, ашық ойын жеткізе білуі деп білемін. Түсіністік ол қандай жағдай болса да бір-бірімізді түсіну, қиын жағдайға түсіп қалсақ, оған түсіністікпен қарап қолдау көрсету деп ойлаймын. Дұрыс, керемет күлім отбасыңыз туралы. Тағы екінші сұраққа кім жауап береді? Екінші топтан. Кәл? Мен жауап берсем болады ма? Жауап. Отбасы құндылығына менің ойымша ең бірінші не жатады? Ең бірінші менің ойымша отбасы құндылығына бала тәрбиесі. Яғни қалай айтсақ болады, ананың және әкенің рөлі баланың өмірінде. Олар балаға қалай үйретеді, яғни оған тура жолын көрсетіп отырады, жанындағы оның жолын көрсетуші болады. Сондықтан ана мен әке ол баланың өміріндегі ең үлкен рөлді атқаратын адамдар. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Балалар, енді біз бүгінгі тақырыбымызды ашу үшін мен сіздерге бейнеролик алып келдім. Соны кәні бәріміз қарап көрейік. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып, өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінезбен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады.
қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар-намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әртүрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Иә, балалар, тәрбиенің ең тамаша бастамы отбасынан басталады екен, иә. Балалар, біз дәйек сөзге қарайық тақтаған. Бүгін Бауыржан Момышұлы атамыздың нақыл сөзі берілген. Отбасының өнегесі, отан өнегесі, иә. Балалар, бірінші сұраққа жауап берейік. Отбасы және отан ұқсастықтары неде, балалар? Кім жауап береді бірінші сұраққа? Бірінші дәйек сөзіміз қайталап алайықшы? Қайталайықшы, кім? Бәріміз формен оқиық. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Тағы да бір. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Жарайсыңдар, балалар. Осыны кім бірінші сұраққа? Отбасы және отан ұқсастықтары неде? Жауап берейінші. Сымбат. Отбасы және отан ұқсастықтары неде? Отбасының қалайсыздық, отанның да солайсыздық болып келеді. Яғни отбасың үшін қанша тірліктер істейсің ғой, отан үшін де соны істеу керек. Мысалы үшін ер адам отбасы үшін жұмыс істейді, отбасын асырайды, отан үшін де солай. Өзінің борышын өтейді, сол сияқты отанның отбасының ұқсастығы сатады. Екінші сұраққа. Отбасы бақыты дегенді қалай түсінесіңдер? Отбасы бақыты дегенді қалай түсінеміз, балалар? Апай мен деймін. Отбасы бақыты деп, отбасыдағы татулықты, бірлікті, сүйіспеншілікті айтады. Мысалы, бауырмал болу, бір-бірімен ұрыспау, бауырымен жақсы қарым-қатынаста болу, ата-анаңды сыйлау, айтқанын орындау, анаңды айқайлатпау, анаңа жақсы қамқор болу деп түсінемін. Отбасы бақытты, татулық деп түсінемін. Жарайсың, татулық, иә. Одан кейін, отбасының сыйластығына қалай қол жеткізуге болады? Иә. Деймі? Тағы, Замардан басқа кім айтсын? Гүлім, балауса. Балауса айтсын. Отбасының сыйластығына қалай қол жеткізуге болады? Біріншіден, отбасымыздағы бір-бірімізді сыйлауымыз, отбасымыздағы сүйіспеншілігіміз осы отбасының сыйластығына қол жеткізуіміздің бірде-бір кепіл болып саналады. Өзіміздің ата-анамыздың ақылын тыңдап, айналамыздағы адамдардың ойларына, пікірлеріне келсе білуіміз керек. Отбасының сыйластығына қалай жол жеткізуімізге осы да бірде-бір кепіл болып саналады. Керемет жауап. Отбасының татулығы қандай табыстарға жеткізеді, балалар? Отбасының татулығы қандай жетістіктерге жеткізеді? Айбар. Кәнім, кім айтады? Сымбаттан басқа. Мөлдір. Отбасының татулығы қандай табысқа жеткізеді? Отбасының татулығы үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету, өзіңді білгенді кішіге үйрету, үлкенге қарап кіші тәрбие алады. Сол арқылы татулықтың табысы деген осылай түсінемін. Яғни отбасымызда сүйіспеншілік, татулық, жанашырлық, бауырмалдылық болған кезде отбасымызда бірлік болады, татулыққа қол жеткіземіз. Ал Сымбат отырамыз. Отбасының татулығы қандай табыстарға жеткізеді? Яғни отбасыда ана мен әкенің татулығы бірінші орында. Ана мен әке тату болса, бала да шаттана түседі. Яғни өз ортасында отбасының татулығын кез келген ортада көрсете біледі. Яғни жұрттың сөзін тыңдау, мысалы, ойын бөліп жүрмейді, сондай да. Отбасының татулығы баланың ең бірінші жетістігі үлкен оқу орнына түсуге де көмегі әсер етеді. Мысалға, ата-ананың татулығы балаға үлкен
әсер етеді. Мысалы үшін ана мен әкенің күнде осы балаға кері әсер еткен сайын баланың іс-әрекеттері теріс бола бастайды да. Сондықтан отбасының татулығы көптеген табыстарға бірінші баланың несіне психолог ойына несіне психологиясына көмектеседі. Азамат толықтыра қой. Сымбат айта кетті, барлығы дұрыс айтты, бірақ та отбасы ғана деді бұның тәрбиесіне байланысты. Менің ойымша, бұның отбасыдағы баланың тәрбиесіне, менің ойымша, оның ортасы да маңызды. Сондықтан оның ортасына байланысты деп ойлаймын бір жағынан. Жарайсың, керемет. Ал жалпы балалар осы дәйек сөзден қандай ой түйдік? Жалпы дәйек сөзден қандай ой түйдік балалар? Бұл жерде бізді бұл дәйек сөзі, яғни бұл мақалды кім айтқан? Бірінші осыған білетін болсақ, Бауыржан Момышұлы атамыз. Бауыржан Момышұлы атамыз отбасында қандай тәрбие бергені өзі-ақ көрсетіліп тұр, яғни осы мақалдан-ақ білуге болады. Отбасының өнегесі отан өнегесі дейді. Яғни отбасы отанның кішкене ғана бөлігі деп айтуға болады. Ал біз болсақ, осы отанға да, отбасыға да, мұхитқа тамшыдай болсын көмегіміз тигізуіміз ол біздің парызымыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни біз отбасымызда сүйіспеншілікті сезіне білуге үйретеді. Отбасы деген жақсылыққа жетелейді, еңбекке, білімге не қылады балалар? Білім алуға көмектеседі, үлкендерді құрметтеуге, кішілерге қамқор болуға үйретеді отбасымыз. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, сендерге шығармашылық жұмыс ретінде бүгін мен постер қорғаймыз. Бірінші топқа қамқор әке, мейірімділік тобына қамқор әке туралы. Екінші топқа мейірімді ана туралы постер қорғаймыз. Қанша балалар? Мейірімді ана туралы, Қане балалар, бәріміз істейміз? Бояп, әзімдеп.
Жылдамдатамыз. Балалар жылдамдатамыз. Жылдамдатамыз. Болды, қазір. Жылдамдатамыз. Балалар, şam bitti. Biz geriye doğru. Ercan.